еліміздің танымал әншісі Мөлдір Әуелбекова өзінің Instagram парақшасында ерлі-зайыптылардың арақатынасы жайлы жазбамен бөлісті. Асыл арна парақшасының мына жазбасы өте ұнады. Инстама да ойыма да сақтап қойдым. Егер ерлі-зайыптылардың біреуінде кемшілік болса, ол жанындағы жұбынан міндетті түрде көрініс табады. Әйел мен ер бір-бірінің көлеңкесі іспетті. Олар бірге жүреді, бірге өмір сүреді. Өмірдегі әртүрлі жағдайларға бірге жауап қатады. Міне сондай кезде ер мен әйел бір-бірінің ыңғайына қарай икемделіп, әйел еріне, отағасына, ері әйеліне қарай төселеді екен. Ол қалай десеңіз былай. Мысалы, күйеуі ашушаң болса, әйелі өкпелегіш келеді. Себебі әйелдің ашуы реніш түрінде көрініс береді. Жауапкершіліктен жұрдай, жалқау жігіттің әйелі оған бағынбайтын, тыңдамайтын болып шығады. Ал сараң адамның серігі көрінбесе, тұйықтау болып кетеді. Ер адам мен әйел адамның психикасы бір-бірін жалғап тұрған, бір-бірінен нәр алатын тамыр сынды. Сондықтан жұбын түзеткісі келген ер немесе әйел алдымен өзімен жұмыс жасап, өзін өзгертуі керек. Сонда оған жасалатын қарым-қатынас та, жанындағы адамдардың көңіл күйі мен оған деген көзқарасы да өзгеріп сала береді. Есіңізде болсын, сын айту не кемшілігін бетіне баса беру арқылы жақыныңызды бәрібір түзете алмайсыз. Сабырлы еркек шыдамды әйел, жомарт күйеу ашық жарқын жар, жауапты жігіт момын қыз. Өмірлік формула осы. Жарыңыздың қандай болғанын қалайсыз, сол талапқа сай болыңыз, деп жазды Мөлдір Әуелбекова. Осы видеоны көрген болсаңыз, өзіңіздің мінезіңіз туралы комментарийға жазып кетіңіз.